есімім Маяжан, жасым 23-те. Мен 22 жасымда осы Кәусарды босандым. Мынау менің жұбайым, жолдасым. Мен негізі осы декреттің алдында фельдшер болып жұмыс істеймін негізі. Бірақ қазір декреттемін. Декреттегі анамын қазір. Сол. Сіздің тұңғыш балаңыз 22-де босандыңыз, өзіңіз әлі баласыз, менің ойымша 22-де. Бірінші балаға қараған негізі қаншалықты қиын болды өзіңізге? Бірінші бала қиын емес, өйткені әжеміз бар, анамыз бар, солардың көмегімен өсірдік. Қайын сіңліңіз? Қайын сіңлім ол тұрмысқа шығып кеткен, тұрмыста болды. Айча жүгіріп жүреді ғой, кішкентай қыз. Қайынсы бар. Қайынсы көмдеп түссе дарасы. Қайынапкемнің қызы десің. Қайынапкем болды. Қонақта жүрген. Сол. Қазір Кәусардың жасы 1 жыл 6 ай. 1 жыл 6 ай. Осы 1 жыл 6 айға дейін мысалы денсаулығында қандай өзгерістер болды? Қай жер ауырып жүрді өзіңізше ана ретінде? Не байқадыңыз? Бұл Кәусар туылғалы не шығататын, шықы көп қататын, дәрілер бердік, көптеген дәрілер, дюфалак деген сияқты. Ол бірақ ешқайсысы көмектескен жоқ. Фрукты беріп көрдік, айтқан бәрін, қандай адам айтады, соның бәрін беріп көрдік, бірақ іші қата беретін бастайын. 5 күнде бір рет баратын. Содан кейін сол дорамаринді алып ішіп көрейік дедік. Отзывтар өте жақсы, инстаграмнан көрдік, интернеттен. Отзывтар жақсы болған кейін алып көрейік деп соны алды. Ең алғаш дорамаринді сіз интернеттен естідіңіз, интернеттен көрдіңіз, және де интернет арқылы тапсырыс бердіңіз, хабарластыңыз. Интернет арқылы кеңесшіге хабарластым. Сол ол толық сұхбатын беріп, балаңыз қандай аурумен ауырады, не мазалайды, не үшін алайын деп жатырсыз деп бүткіл кеңесін бәрін берді. Содан кейін түсінікті болған кейін сразу заказ бердім. Ертесі күні бесплатно доставка әкеліп беріп, сразу же. И апта сайын звондап тұрады педиатр. Балаңыз қалай болды, көмектесіп жатыр ма деп барлығын сұрап тұрады. Осына рахмет. Тісі басында шыққан кезде температура көтеріледі, көп бала. Сол температурасы көтеріледі, шөтеді. Сол мысалы дорамарин берген кейін екі тісі қалай шыққанын білмей қалды. Вообще температура да оны ешнәрсе мазасыз болып түнде әйтпесе ұйықтамай қалды. Қалай шыққанын білмей қалды, жақсы шықты. Негізі кальцийдің көмегі келген деп ойлаймын негізі. Енді балалар келгендеріңе көптен көп рахмет сендерге. Мына әкеп атқан дәрілерің өте күшті. Мына менің шөбереме өте жағы батыр. Шөбереме өте алғыр болып келатыр. Тілі жақсы шығып келатыр. Эффектісі бар дәрілер. Речісі де жақсы сөйлейтін болды. Үлкен дәретке де жақсы баратын болды, жыламай. Бұрын ішпей тұрғаны жылап, жинап 3-4 күнде 5 күнде. Қазір төйтібей айлы. Өзі отырады гашок болып. Гашок деп өзі көрсетеді гашок. Дәрісі ана жерде тұрады. Бүгін жоқ қойды. Уже сұрайды мамасынан дәрісін көрсетіп, ата бәрін көрсетіп ішкізеді дәрін. Дәріне не жоқ. Рахмет сіздерге осындай дәріне. Сол келінім сол телефоннан несінен қарағанда сол кезде айтқан осыны алып көрейікші қалай болады. Той эффектісі бар, әйбет дәрін. Рахмет сіздерге. Дорамарин витамин негізі ең бірінші маған ұнағаны халал өнім болғанымен, және 100% табиғи өнім, және химиялық қоспалар жоқ ешқандай, только табиғи өнім, теңіз балдырынан жасалады деп соның барлығын оқыдым. Сол ең ұнамаған халал өнім болғанымен, және де екіншісі сертификаты бар да. Сертификаты бар, сол үшін ең бірінші ұстаған сол, және де отзывтар одан кейінгілер. Дорамарин өте алманың дәмі шығады, балаға да ішкенге де приятно, сок сияқты. Ішкенге де приятно бір жақсы жері. И өзгерістер көп. Мысалы, ұйқысы да тыныш түнде, бұрын көп қозғалып ойнамайтын, қазір көп қозғалып, кішкене ойнап, сөйлегенде де анық сөйлеп келатыр. Аллаға шүкір. Сол кеңес берем, барлығына айтып жатырмын ғой, таныстарыма алып беріңдер деп. Сол өте керемет екен.